Барлықтарыңызға сәлем, сіздер мен Әсел, менің парақшама қош келдіңіздер. Мынау Алматыдағы күндерден естеліктер. Біз келесі күні өз жұмыстарымызбен жүріп, одан кейін кешке таман осы Гранд паркқа келгенбіз. Гранд паркқа балалар бірінші рет келді. Іші деген үлкен, ойнайтын жағына кеттік. Мына жерде шырша құрып қойыпты. Бірақ бұл шырша мынандай арман тілектер жазылған шырша екен. Балалар қызықтап жатыр мына жерде. Ане, ой, баң, жүр, былай қарай, әлі, былай қарай, жүр. Жүр, былай қарай. Ане, ойнайды жүр. Ойыншықтар. Жүр, әлі, былай қарай. Али да. Жүр, ане, секіретін. Сонымен осындай ойнайтын жерге келдік. Папасы мен балаларды осы жерге тастадым да, мен өзім киім көруге, магазиндерді аралауға кеттім. Біз Гранд паркқа кеш келгендіктен көп жер жабылып қалыпты. Мен бірақ өзіме киім алып үлгердім. Одан кейін балалардың жанына бардым. Папасы әлі ойнатып жүр екен. Біз безлимит деп алғанбыз. Ертеңгісін кіргеннен кешке шығатын билет. Бірақ балалар 1-2 сағат қана ойнады. Содан кейін мына жерде Джекастың мороженое сатылады екен, соны алып өзім отырдым, балаларды күтіп жеп. Одан кейін балалар шықты. Балалар шыққаннан кейін қарындар ашқандықтан өзімізге суши, балаларға да сондай детский меню заказ бердік, алые парусадан. Содан кейін балаларға осындай бір сыйлықтар беріпті. Карандаш, потом бояйтын раскраска, альбом. Содан кейін мына жерде мінеки жеп отырмыз. Содан кейін кештетіп үйімізге қайттық. Мына жерде мінеки бәрі жабылып қалған. Мына жерде көріп үлгермедік. Енді келесі жолы келгенде тағы да келеміз деп шештік. Балалар өткен мына жердің бәрін кіріп көрген жоқ. Енді Гранд паркқа келу үшін ертеңгісін кіргеннен кешке жақын бірақ шығасыз. Өйткені іші өте үлкен, бір блок-блокпен саналады. Бір блок киім болса, бір блок аяқ киім. Солай, мына балалар ойнайтын жағы ең төмен жағында, тамақ жейтін жағы да осы төмен жағында, бас жағында бар. Бірақ біз бас жағына барып үлгермедік, тек қана осы ең соңғы блогына кірдік. Мына жердің бәрі жабылып қалған. Мына жерде Лего центр бар, избушка бар, Баба Яганың үйі, көптеген куклалардан жасалған сондай бұқалар бар. Сонымен кештетіп мінеки Гранд парктан шықтық. Шыққаннан кейін балалар әлі шаршамаған сияқты. Содан кейін автобусқа отырғызайын дедім. Содан кейін автобусқа отырғыздық та, енді балалар метро көрмеді деп метроға алып келе жатырмыз. Мінеки мына жерде остановкадан түсіп қалғаннан кейін метроға келдік. Бұл жерде біз Сарыарқа бекетіне келдік. Содан кейін папасын кішкене күттік та, содан кейін осылай метроға түсіп кеттік. Сонымен метроға қарай, төмен қарай түстік. Балалар қызық көріп жатыр мына жерде. Не деген үлкен лифт деп. Содан кейін екеуін қолынан ұстап алдым да, ақырын түстік. Мына жерде билет бағасы бір бекетке дейін 200 теңге. Егерде қолма-қол ақша төлесеңіз, егерде онлайн болса, QR арқылы 100 теңге, ал балаларға тегін. Сонымен осындай нелерден өттік, есіктерден. Содан кейін билет алдық. Енді міне ары қарай тағы да лифтпен төмен қарай түсіп бара жатырмыз. Папасы ұлын ұстады, қызды мен ұстадым, сонымен түстік. Іші салқын, біз жаз болғандықтан, ал сырт ыстық болғанда бұл жақ салқын болып тұрды. Мінеки түстік. Балалар пойыз деп қояды енді. Метро екенін түсініп тұрған жоқ. Мінеки метро келді. Сонымен отырып алдық. Ішінде адам
онша көп болмады. Кеш болғандықтан. Содан кейін үйімізге жеттік. Енді Алматыда жүргендіктен бір Инстаграмда бір магазинді ылғи көретінмін, Россияның аяқ киімдері деп, сонымен сол магазинді іздеп таптық. Ол кісі осы үйінде сатады екен Россияның аяқ киімдерін. Таза кожа, ортопедический деп айтты. Содан кейін балаларға күздік аяқ киім алып бердік осы жерден. Әлімханға сары цветінен, қызға қызыл цветінен. Сонымен ұнады, бағалары 12.000 теңге дейін, 12.500 ба сондай. Одан кейін кешке жақын өзімнің құрбыммен кездестім, Самал деген, екеміз ЦУМда кездестік. Содан кейін бір жерден тамақ ішіп алдық та, осылай Арбат жақтан мінекей келе жатырмыз. Бір мороженое алып, әңгімеміз бітпей қалды. Сонымен 3-4 сағат осылай қыдырып, әңгімемізді айтып жүрдік. Жақсы кездесу болды. Енді құрбым мені Италияға шақырып жатыр. Енді жол түсіп атса, мен де барып қалармын деген ойдамын. Енді бұйырса. Мінекей Арбатты осылай күштілеп, безендіріп қойыпты. Мына жерде театр. Мінекей мына жерде бір суретке түсіп алдық екеуміз. Одан кейін келесі күні біз ертеңгісін тұрып, одан кейін жолға шығып кеттік. Жолға шықпас бұрын осылай Алтын Ордада бір кафешка бар. Сол жерден тамақ жеп алайық дедік, өйткені біз барғанша обед болады. Сонымен тамағымызды жеп, содан кейін тағы да енді бұл Алтын Орда деген базар болғандықтан қияр сондай ала салдым. Үйге келдік, Алтын Ордадан осылай қияр алдым. Тұздау үшін. Отпуск бітті деген сөз. Енді осының бәрін тұздаймын бүгін. Суға салып қоям, ертең банкаға басамын. Мына жерде лавровый листья алдым, крышкалар алдым, анандай тесік крышка, укроптың мынандай сабақтары және хрен, қияр. Бүгін шұғылаға бар продукт алып келдік. Мінекей алған продукталарымыз осы. Мінекей бүгін августтың 26-сы. Мынандай күріштің 2 түрінен алдық. Чечевица, соевый соус, царь каша, 3 слаг, творог, там кетчуп, лаваш, колбаса, мына филесі, мына жерде крылышки, өзіме баунти, майонез, ұн, мынандай сацебили алдық, сүт алдық, мынандай клетки алдында алғанбыз, күшті екен. Мампардікін алдым осы жолы және Сұлтаннан. Как всегда, макароны мынандай, жұмыртқа 15 штук алдым. Тұз бен пищевая содан постоянно алам, өйткені мен ваннаға сомен түсемін аптасына бір рет. Лаваш алдым. Мына жерде көкөністер. Мына бұрыштың бағасы қазір августтың бүгін 26-сы, 260 теңге болып тұр. Көбірек алдым. Одан кейін капуста, картошка. Мына жерде укроп, петрушка, сельдерей, кинза, мына жерде полугоркий бұрыш, сәбіз, қызылша, редька лагманға қосқанға, помидор, балаларға банан, қауын алдық. Осы. Мына жерде хостовардан туалетная бумага, мына клейді, жидкий клейді. Неге алдым? Кастрюльдің сыртын тазалағанға. 2 кір сабын, пенка, комет, для мусора пакет және влажная салфетка. Болды осылар. Осы алған продукта, хостовар, көкөністердің барлығы 30, даже детенде көрінбейді. Чектары да қазір слабый ма. 37.515 теңге болды. Осылай ұзын чек болды. Продукта қымбат. Сонымен бұл влогтың соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар.